Әйелдің адалдығына үміт ету мүмкін емес. Оған немқұрайлы қараған бақытты. Сатқындықтың ауыр екенін білген кісі сатқындық жасамайды. Дұшпандарыңнан қорқпа, достар сатқындық жасайды, дұшпандар емес. Адалдық аружан мәселесі, сатқындық бұл уақыт мәселесі. Сатқындықты күтуден ешқандай сұмдық нәрсе жоқ. Бұдан да қорқыныштысы, ол күтпеген жерден сатқындық жасайды. Сізге опасыздық жасаса, ештеңе қарамай сол адаммен сөйлессеңіз, және оған бақыт тілейтін болсаңыз, сіз қасиетті адамсыз, немесе ақымақсыз. Өзіңіздің кез келген адамыңыздың сатқындық жасайтынына дайын болыңыз. Әсіресе ең көп сенетін адамыңызға. Сізге сатқындық жасаған адамдардың жанына қайтпаңыз, олар өзгермейді. Егер сатқындық жасаған болса, бұл сіздің қолдарыңызды сындырғанмен тең. Кешіруіңіз мүмкін, бірақ бауырыңызға баса алмайсыз. Сізге сатқындық жасаған адамға үміт беру, сізге бірінші рет оқ тимей қалып, оған екінші рет оқ берумен тең. Әрбір бақытты еркектің сүйікті әйелі бар. Әрбір бақытты әйелдің сатқындық жасайтын ер адамы бар. Сатқындық жасаған ешкімді ешқашан кешірмеңіз. Бір рет алдаған екінші рет алдайды. Өзгелердің құпиясын ашу сатқындық, өзінің құпиясын ашу ақымақтық. Теңдік, үстемдік бар жерде сатқындық, алдамшы құмарлықтар, қайғы қасірет болмайды. Әйел екі жағдайда адал болады. Ол өзінің күйеуінің ешкімге ұқсамайтынына сенгенде, немесе барлық еркектердің бір екендігіне сенген кезде. Сатқындық көбіне қастандықтан емес, мүмкін мінездің әлсіздігінен орын алады. Махаббатта адалдықты тыйылуды талап етеді, бірақ оның көмегімен ғана сіз махаббаттың жасырын сұлулығын біле аласыз. Адалдық ауаға ұқсайды, оның бар болған, ол туралы ойламайсыз. Сенім, ерлік, адалдық күш белгісі.